Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып жол қозғалысы ережелерінің талаптарын электр самокаттарды пайдалану кезінде сақтау. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Төлешев Махамбет Маратұлы, Астана қаласы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковника. Тоқжуманов Бауыржан Ғалымжанұлы, Астана қаласы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасының әкімшілік практика бөлімінің бастығы, полиция подполковника. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию о соблюдении требований правил дорожного движения при использовании электрических самокатов. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз. Құрметті Бауыржан Ғалымжанұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн брифингке қатысушылар. Қазір күннің ауа райының жылуына байланысты біздің елордамызда электр самокаттарды пайдалану басталады. Соған орай елорда электр самокаттарды пайдалану қарқыны айтарлықтай өсіп отыр. Бүгінгі таңда олардың саны 10 мыңнан асады. Оның ішінде шамамен 8 мың белсенді түрде қолданылуда. Сонымен қатар олардың қатысуымен жасалатын құқық бұзушылықтар мен жол көлік оқиғалары саны арттыруда. 2026 жылдың басынан бері Астана қаласының аумағында 502 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан 600-дан астам адам әртүрлі дене жарақатын алды. Жол көлік оқиғасының салдарынан өкінішке орай 5 адам қаза тапты. Егер де статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, 2025 жылы электр самокаттардың қатысуымен Астана қаласының аумағында 45 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан 50 адам әртүрлі дене жарақатын алды. Қайтыс болған адамдар жол көлік оқиғасынан болған жоқ, тіркелмеген. Құқық қолдану тәжірибесін талдау электр самокаттарды пайдаланушылары тарапынан құқық бұзушылықтардың жүйелі сипатқа ие екенін көрсетеді. Ең жиі кездесетіндері бір самокатта 2 адам болып жүру, жаяу жүргіншілер өткелінен түспей өту, сондай кәмелетке толмағандардың электр самокаттарды пайдалану. Аталған құқық бұзушылықтар жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндіріп, жол көлік оқиғаларының орын алуына ықпал етеді. 2020 жылы енгізілген өзгерістерге сәйкес электр самокаттар шағын электр көлік құралдары санатына жатқызылды. Жол қозғалысының қатысушылары ретінде танылды. Оларды басқаратын тұлғалар Қазақстан Республикасының жол қозғалыс туралы заңына сәйкес жол қозғалысы қағидаларының талаптары толық көлемде қолданылады және оларды бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық көзделген. Пайдалануға қойылатын міндетті талаптардың белгіленген қорғаныс шлемін пайдалану, ал қараңғы уақытта жарық қайтаратын элементтердің болуы тиіс. Аталған талаптарды сақтамаған үшін құқық бұзушылық жасаған жағдайда тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік көзделген. Яғни айтып кететін болсақ, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы бойынша жолаушыларды тасымалдау және пайдалану қағидаларын бұзған үшін, мысалы 2 адам бір самокатта жүретін жағдай болатын болса, әкімшілік жауапкершілік көзделген. Және де егер де қорғаныс жана шлемдері не болмаса жарық қайтарғыш элементтері болмаған жағдайда ондай тұлғаларға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 620 бабымен жауапкершілік көзделген. Және де егер де жаяу жүргіншілердің өкпеліне өтетін орындарда не болмаса көше қиылыстарында бағдаршамның рұқсат етілген тұсіне самокаттан түспей жолды қият өтетін жағдайда ондай тұлғаларға Қазақстан Республикасының 615 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген. Осының ішіне тоқталып кететін болсақ, егер де электр самокаттың қатысуымен жол көлік оқиғасына әкеп соқтыратын жағдай болатын болса, осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615 бабы 2 бөлімімен әкімшілік жауапкершілік көзделген. Және де осы Астана қаласының аумағында өкінішке орай осы электр самокаттарды кәмелет жасқа толмаған балалар басқарады, яғни
жолдың үстінде жүреді. Ондай Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық туралы кодексінің 28 бабына сәйкес тек қана кәмелет жасқа толған, яғни 16 кәмелет жасқа толған және 16 жасқа толған тұлғаларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілікке тартылады. Осыған орай, осы кәмелет жасқа толмаған азаматтардың заңды тұлғалары, яғни ата-аналары да жауапкершілік көзделген. Ол Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады ата-аналары. Сонымен қатар электр самокат жүргізушілеріне велосипед жолымен немесе велосипед жолағымен жүруге рұқсат етіледі. Мұндай жолдар болмаған жағдайда олар жолдың оң жақ шетімен, соның ішінде маршруттық көлік құралдарына арналған жолақпен бір қатарда қозғалуға тиіс. Алайда 18 жасқа толмаған, сондай-ақ көлік құралдарын басқаруға құқық беретін жүргізуші куәлігі немесе уақытша куәлігі жоқ тұлғаларға жолдың оң жақ шетімен жүруге қатаң тыйым салынады. Ондай тұлғаларды полиция, Астана қаласының полиция департамент қызметкерлерімен патруль маршруттарымен жүрген кезде анықталып, тұлғалар қатаң әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 2026 жылы 1 шілдеден бастап күшіне енетін өзгерістер, яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 619 бабы прим 2 бабымен өзгеріс енгізіледі. Яғни электр самокаттарды басқару құқығы жоқ тұлғаларға берілген, яғни операторлар жауапкершілік көзделеді. Сонымен қатар құқықтық реттеу күшейтіліп, электр самокаттарға негізінен кикшеринг жүйесіне тіркеу нөмірлерін беру және олардың есепке алу, операторлардың азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру енгізіледі. Басқарудың ең төменгі жасы 18 жас болып табылады. Жолдың жүріс бөлігімен қозғалу үшін жүргізуші куәлігі міндетті түрде болу қажет. Қазақстан Республикасының құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы заңына 2025 жылы редакцияға сәйкес электр самокат операторларына тіркеу нөмірлерін беріп, олардың орналастыру арқылы есеп жүргізу міндетті жүктелген. Бұл тәртіпті уәкілетті орган, яғни арендаға беретін заңды тұлғалар іске асырады. Бұл жерде тоқталып кететін болсақ, электр самокаттарға осы 1 шілдеден бастап кім жалға береді компаниялар тіркеу жүргізеді. Электр самокаттың артында және басқару рулинда екі жағынан жарық қайтарылғыш қамталған тіркеу нөмірлері беріледі. Сол тіркеу нөмірлері берілгеннен кейін осы Астана қаласының аумағында орналасқан бейне камералары арқылы әкімшілік құқық бұзушылық жасалған тұлғалар анықталып жауапкершілікке тартылады. Цифрлық технологияларды қолдану және сәйкестендіру жүйесі құқық бұзушылықтарды тиімді анықтауға, жол көлік оқиғаларының санын азайтуға және пайдаланушылардың тәртібін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл шаралар жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және операторлардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Рахмет назарларыңызға. Мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Келесі сөз кезегі Астана қаласы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары полиция подполковнигі Махамбет Маратұлы сізге беріледі. Рахмет. Добрый день, уважаемые участники брифинга, уважаемые жители гости столицы. С наступлением весенне-летнего периода одним из актуальных направлений в сфере дорожного движения является активное использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Анализируя состояние аварийности в период летнего сезона прошлого года, отмечается рост правонарушений и дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Так, за 2025 год с участием электросамокатов зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано более 50 человек. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о системном характере нарушений со стороны пользователей электросамокатов. Наиболее распространенные из них это передвижение вдвоем на одном самокате, пересечение пешеходного перехода без спешивания, а также использование электросамокатов несовершеннолетними. Согласно действующего законодательства, на лиц, управляющих самокатами, в полном объеме распространяется требование правил дорожного движения и меры административной ответственности.
Значит, согласно ПДД, в общем, ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, это является одним из запретов. Также перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки. Перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогу с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения вот в данном направлении. Также установлены обязательные требования к эксплуатации, то есть использование защитного шлема а в темное время суток световозвращающих элементов. Также разрешается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии разрешается двигаться по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутно-транспортных средств в один ряд. При этом есть одно обязательное условие, это значит, к управлению электросамокатами на таких участках допускается только лицам, достигшим 18-летнего возраста с водительским удостоверением любой категории. За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность согласно статьям 593, 620, 615 и 127. В рамках последних изменений законодательства, которые вступают в законную силу с 1 июля 2026 года, введена статья 619 прим. 2 Кодекса об административном правонарушении, которая предусматривает ответственность операторов за предоставление электросамокатов лицам, не имеющим права управления. Также усилена ответственность операторов проката электросамокатов за контроль их эксплуатации, то есть введено обязательное присвоение регистрационных номеров и их учет, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности операторов. В соответствии с законом Республики Казахстан о профилактике правонарушений на операторов электросамокатов возложена обязанность по введению учета с присвоением и размещением регистрационных номерных знаков. Предусматривается размещение регистрационных номерных знаков на задней части и с двух сторон передней стойки электросамокатов. Дополнительно совместно с компанией «Сергек» сейчас проводится работа по обеспечению распознавания регистрационных номерных знаков и последующего автоматизированного привлечения нарушителей к ответственности, включая формирование материалов и направление штрафов нарушителям. Применение цифровых технологий и системы идентификации позволит эффективно выявлять нарушителей, снижать количество ДТП и повышать дисциплину пользователей. Департамент полиции обращается к пользователям электросамокатов с призывом о строгом соблюдении правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, проявлять взаимное уважение и в целях собственной безопасности. Спасибо. Благодарим за содержательный доклад. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. И наш первый вопрос звучит так. Каковы основные причины роста дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов в столице? Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий нужно отнести несоблюдение элементарных требований правил дорожного движения. Как я выше сказал, есть ряд определенных требований правил дорожного движения. И в основном все дорожно-транспортные происшествия происходят по причине нарушений правил дорожного движения. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Какие требования и ограничения установлены для пользователей электросамокатов согласно действующему законодательству? В общем, есть определенный ряд требований в правилах дорожного движения, я об этом тоже ранее озвучил. Это значит, запрещается передвигаться без шлема. Также допускается к управлению электросамокатами только лиц, достигших 18-летнего возраста. Это что касается участковых дорог, разрешенных участковых дорог вдоль проезжей части. Есть определенный ряд требований по правилам движения, то есть не держась хотя бы одной рукой за руль транспортного средства. Благодарим за ответ. Какие новые меры изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года для регулирования использования электросамокатов? Изменения, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, затронут только операторов, передающих в аренду электросамокаты, то есть они будут подлежать обязательной регистрации с присвоением государственных регистрационных номерных знаков. Также на них возлагается ответственность по контролю за техническим состоянием и общим контролем их эксплуатации на дорогах.
Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Оксана Даирова, Закон КИЗ. Самокатчики спокойно на высокой скорости передвигаются по тротуарам, угрожая безопасности людей, особенно маленьких детей. Когда тротуары города очистят от самокатчиков, какое наказание предусмотрено за это? И еще одна проблема — велосипедисты. Какая работа ведется с ними? По поводу передвижения электросамокатов на тротуарах, значит, как ранее сказал, они будут зарегистрированы, будут присвоены регистрационно-номерные знаки. Также с камерами видеонаблюдения добавится функционал по их фиксации их нарушений. То есть этими мерами мы позволим обезопасить движение пешеходов на пешеходных тротуарах. Вопрос исключение их движения по тротуарам также находится на рассмотрении. Здесь есть несколько моментов, при которых необходимо понимать, что при запрете движения электросамокатов на тротуарах, значит, они перейдут на проезжую часть. То есть здесь у нас увеличивается угроза дорожной безопасности. Поэтому сейчас ведется детальный анализ, и по итогам будут приняты соответствующие решения. Еще одна проблема — велосипедисты. Какая работа ведется с ними? На велосипедистов, как на механические транспортные средства, также распространяются все те требования, которые я озвучил ранее, и в отношении них при допущении нарушений правил дорожного движения применяются меры административного воздействия. Есть у нас определенная статья 615, и личный состав строевых подразделений департамента полиции регулярно осуществляет контроль для соблюдения порядка. Благодарим за ответ. И последний вопрос. Оксана Даирова, Закон КИЗ. Как владельцы частных самокатов смогут добираться на своем самокате до ближайшей велодорожки, учитывая, что ездить по тротуарам будет запрещено после 1 июля? Идти пешком, толкая самокат перед собой, или даже этого нельзя будет делать? Иногда до ближайшей велодорожки расстояние бывает приличное. Как я до этого озвучил, с 1 июля изменения коснутся только операторов, которые сдают в аренду электросамокаты, то есть они будут подлежать регистрации. Запрет движения электросамокатов по тротуарам находится на стадии рассмотрения, то есть он еще не принят, поэтому пока осуществлять движение электросамокатов по тротуарам будет в прежнем режиме, но при этом будет усилен контроль за их эксплуатацией на тротуарах. Благодарим за ответы. Құрметті Махамбет Маратұлы, Бауыржан Ғалымжанұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.